Сәлем достар, сіздермен Еркін сөйле каналы, оның жүргізушісі мен, Мадина, актриса әрі педагог. Сіздермен бүгін болашақ актерлардың дауыспен қалай жұмыс жасайтынын бақылайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ал парақшаны жоғалтып алмас үшін дәл қазір подписаться батырмасын басып, қоңырауды қосып қойыңыз. Алдарыңызда болашақ қазақ драма театрының бірінші курс студенттері. Қазір балалармен өкпені тазарту жаттығуын жасаймыз. Ал болашақ актерлар, дайынсыңдар ма? Кеттік. 20 рет мен санап отырамын. Өкпені тазарту жаттығуын бастаймыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вдох-выдох. Жақсы, бұл көрсетіп жатқанымыз өкпені тазалау жаттығуының бірінші түрі. Енді келесі бағытта жасаймыз. Қалыпты жағдайда мүсін түзулігіне балалар мән береміз, е? Тік тұрамыз, осанка ұстаймыз бір сөзбен айтқанда. 20 рет. Бірақ енді жылдамдық қосамыз балалар. 3-ші скорость жүрей ма? Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тамаша. Вдох-выдох. Осы жаттығуды жасағаннан кейін бас айналуы мүмкін, е? Өйткені өкпеге оттегі 100% барып тұр деген сөз. Өкпені тазартуға арналған жаттығудың екінші түрі. Дайынбыз ба балалар? Ал ендеше кеттік. 20 рет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тамаша. Вдох-выдох. Неге ораторлық өнерде сахна тілі сабағында біз тыныстан бастаймыз? Өйткені әдемі, қойылған, бояуы қанық дауыстың кепілі ол тыныс. Тыныс дұрыс болу қажет. Ал енді балалар айтыңдаршы, тыныс алғанда біздің денемізде қандай қозғалыс болады? Қай бөлігі қозғалады? Терең тыныс алғанда. Диафрагма, иә. Ал диафрагманың қозғалғанын біз қалай көреміз? Егер терең тыныс алған кезде біздің кеудеміз көтерілсе, ол қандай тыныс? Иә, кеуде. Ал кейде кеуде мен диафрагма аралас, иә, ол түр аралас. Ал егер тек қана қабырға асты көгетпен құрсақ бөлігі көтеріліп ішке кіретін болса, ол демек, иә, актерларға қандай тыныс қажет? Диафрагмалық. Ал Сабина, көрсетші, кеудемен тыныстау қалай? Міне, көріп тұрмыз, е? Кеуде көтеріледі. Мадияр, кеудемен тыныстау? Міне, мен сіздерге сабақта айтып жүрген әңгімем осы. Кеудемен тыныстаған кезде кеуде көтеріледі. Ал енді диафрагмамен тыныстағанда, иә, қалай байқаймыз?
Міне, тыныс алған кезде іш кәдімгідей алдыға шығады, тынысты шығарған кезде ішке кіреді. Бұл демек дұрыс тыныс. Күмбірлеген дауыстың иесі болу үшін дауыспен жұмыс жасау қажет. Қазір біз грудной дауысты оятуға бағытталған жаттығу жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен не істейміз? Таңдайды көтеріп аламыз. Қалай? Жұмсақ таңдай жоғары көтерілді. Дайынбыз ба? Ал енді кеуде тұсында зона декольте дейміз, сол тұста үш бұрышты елестетіп, сол үш бұрыштың ішін жұдырықпен ұрғылаймыз. Сөйтіп м дыбысын дыбыстаймыз. Ал, кеттік. Ұлдар төменірек ала аламыз, төменірек. Бір жерді ұра бермейміз, айналдырып, үш бұрыш. Төмен, әлде де төмен, үш бұрыштың ішін. Өздеріңізде есіп тұрған боларсыздар. Кеуде тұсынан шығып жатыр дыбыс. Жақсы. Енді балалар дәл осы м дыбысын қолымызды айқастырып, бүкіл денемізді сілкіп тұрып, дыбыстың шығуына көмектесеміз. Әлі де төменгі регистрді, грудной дауысты оятамыз. Кеттік. Келесі жаттығуымыз жақты босаңсытуға бағытталған жаттығулардың бірі. Қазір балалар білеміз, қалыпты жағдайда қалай тұру керекпіз? Қолымыз өстіп тұрған бетте а дыбысын айтамыз. А дыбысын айтқан кезде жағымыз мүмкіндігінше төмен түсу керек, Қане? Жақтың толық ашылғанын қайлай байқауымызға болады. Міне, мына тұста кәдімгідей саусақ батыратындай, қане, ойық пайда болады. Міне. Демек, жақсы ашылып тұр деген сөз. Міне, мына тұста. Жақсы. Ал, кеттік. 1, 2, 3. Иегіміз төмен, балалар. Ал енді диагоналға тұрамыз. Бір-біріміздің, міне, мұна тұста арқамызды сәл ұрғылау арқылы кеудеден дыбыс шығаруға тырысамыз. Кеттік. М. Жақсы. Бір тұсқа келген кезде жаңғырып естіледі дыбыс, балалар? Сол нүктені табуға тырысыңыздар.
Бір-біріңді тыңдаңдар, балалар. Аш кішкене, Алижан. Дыбыс емін-еркін шығу керек. Жақсы, келесі бетке ауыстық. Кеттік. 1, 2, 3. Тыңдаймыз. Жақты босатыңдар. Рахмет. Достар, YouTube каналымдағы шортстарда, видеоларда мен сіздерге жиі таблицалар беретінмін. Сол таблицалармен актерлар қалай жұмыс жасайды, сіздерге практикада көрсеткіміз келіп тұр. Балалар, қазір мен таблицаны өзім айтып отырамын. Сіздер сол таблицаның соңына И, Е, А, О, У, Ы осы дыбыстарды қойып, допты бір-біріңе лақтыру арқылы жүзеге асырасыздар. Жарай ма? Кеттік. Жыздыри. Жыздыри. Жыздырре. Жыздыра. Жыздырро. Жыздыру. Жыздро. Кыпыти. Капати. Капыте. Капата. Ашамыз жақты. Капыто. Капату. Капыте. Лымыни. Ламани. Ламане. Лымына. Ламано. Ламану. Лымына. Зисси. Ашамыз. Си. Артикуляцияны қосамыз. Се. Заса. Зосу. Сусту. Зоса. Рымыни. Рамани. Рамане. Иә. Рамына. Рамано. Раману. Рамана. Мими. Мими. Меме. Мама. Момо. Муму. Мум. Тиди. Тиди. Диде. Тада. Тата. Тодо. Туду. Тыдды. Тыды. Жақсы, рахмет. Алдарыңызда Ахат Нұрәлі, 1-ші курс қаздрама студенті. Нұрәлі, бер қарай жүрген кезде допты соғу арқылы жыздыри, жыздыре, жыздыра, жыздыро, жыздыру, жыздыры. Ал кері қайтқан кезде кіпіти, кіпіте, кіпіта, кіпіто, кіпіту, кіпіті. Неменеге мән береміз? Артикуляцияға, дауысты шығарамыз, және біздің қадамымызбен доптың соғысы бір сәтте болу керек. Пожалуйста. Жызыдри. Жызыдре. Жызыдра. Жызыдро. Жызыдру. Жызыдра. Кіпіти. Капати. Капате. Капыта. Капыто. Капыту. Капыта. Рахмет. Бұл таблицалар бізге анық таза сөйлеуге, сосын әр әріпті таза айтуға көмектеседі. Истолеуова Сабина. Сабинаға тиди, тедде, тадда, тоддо, тудду, тыдды бері. Мими, меме, мама, момо, муму, мымы кері қайтқанда. Кеттік. Тиди. Тедде. Тада. Тодо. Туду. Тыды. Мими. Меме. Мама. Момо. Муму. Мыме. Тамаша, рахмет. Алдарыңызда Темірболат Аружан. Аружан, сен бері жүргенде лымыни, лымыне, лымына, лымыно, лымыну, лымыны. Ал кері қайтқан кезде нини, нене, нана, нонно, нунну, нынны. Түсінікті ма? Ламани. Ламане. Ламана. Ламано. Ламану. Ламаны. Әр әріпті анық айтуға тырысамыз. Нини. Нини. Нене. Нана. Ноно.
нуну, нана. Жақсы, рахмет. Балалар, доппен қозғалыс жасаған кезде бүкіл зейініміз тек қадамға, допқа кетіп қалмау керек. Біз артикуляцияны да ұмытпауымыз қажет, жарай ма? Ал алдарыңызда Аманқұлова Нұрдана. Нұрданаға зиси, зесе, заса, зосо, зусу, зысы бері. Сизи, сезе, саза, созу, сузу, сызы ары. Түсінікті ма? Кеттік. Зиси, зесе, Қаттырақ шығарамыз. заса, зосо, зусу, зысы. Сизи, Сизи, сезе, саза, созу, сузу, сызы. тамаша, рахмет. Алдарыңызда Хасенов Рамазан. Рамазанға бері жүргенде гбди, гбде, гбда, гбдо, гбду, гбд. Кері қайтқанда кпти, кпте, кпта, кпто, кпту, кпт. Түсінікті ма? Рамазан? Ал кеттік. Гбди. ГБД, ГБД, ГБДа, ГБДо, Артикуляция. ГБДу, ГБД. Кпти. КПТ, КПТ, КПТа, КПТо, КПТу, КПТ. Тамаша, рахмет. Ал енді ортаға Сайлаухан Мадияр суырылып шықты. Мадияр мими, меме, мама, момо, муму, мамы бері. Кері қайтқанда пиби, пебе, паба, побо, пубу, пб. Балалар, артикуляцияға мән береміз, я? Ерніміз мүмкіндігінше керіліп, созылу керек. Ауыз аппараты 100% жұмыс жасау қажет. Ал Мадияр, кеттік. Мими, меме, мама, момо, муму, мама, Пиби, биби, пепе, папа, попо, пупу, папа. керемет, рахмет. Ал енді алдымызда Оразбай Алижан. Алижанға рылыми, рылыме, рылыма, рылымо, рылыму, рылымы бері келгенде, енді керісінше лырыми, лырыме, лырыма, лырымо, лырыму, лырымы кері қайтқанда. Алижан, түсінікті ма? Ал, келе ғой, кеттік. Рылами, рыламе, рылама, рыламо, рыламу, рылама. Енді лырыми. Ларми, ларме, ларма, лармо, ларму, ларма. Тамаша, рахмет. Ал ортамызда Алибекова Кәусар. Бері жүргенде Кәусар биппи, беппе, бапа, боппо, буппу, быппы. Кері қайтқанда пибби, пеббе, паба, побо, пубу, пб. Артикуляцияға мән береміз, жақты толық ашамыз, жарай ма? Түсінікті болса кеттік. Биппи, беппе, баппа, боппо, буппу, быппы. Пибби, Пиби, пепе, папа, побо, пупу, ппы. тамаша, рахмет. Достар, сіздер бұл видеодан болашақ актерлардың сахна тілі сабағының азғантай бөлігін ғана көрдіңіздер. Егер сіздерге видео қызық болса, комментарийге пікір жазыңыздар, сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Егер сіздерге осы айдар ұнайтын болса, болашақта біз өзіміздің бірінші курс Қаздрама студенттерімен сіздерге осындай видеоларды жиі салып тұратын боламыз. Еркін сөйлеңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.